сәлем достар, Мейрам асханасына қош келдіңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып менің каналыма тіркеліп өтіңіздер. Қамырды қалай илеп, қалай жазу керек екенін іздеп жүрсеңіздер, қазір мен сіздерге көрсетіп өтемін. Керек заттардың мөлшерін описанияға жазып өтемін. Ең бірінші біз ұнымызды алып, ұнның ортасын өстіп шұңқырлап аламыз. Енді осы ұнымыздың үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Мен сіздерге бір құпияны айтып өтейін. Міндетті түрде бір жаймаға 2 жұмыртқа қосамын. Сол кезде менің наным тез жайылады әрі ешқандай тесілмейді. Үстіне шым тұз қосып, сорпамызды құйып, жақсылап иін қандырып қамыр илейміз. Мен өзіме 2 қамыр жасап алдым. Қамырымызды үстін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін аламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр шықты. Осы қамырды енді бірден ұн сеуіп, оқтаумен жая береміз. Ешқандай қорықпаңыздар, ешқандай тесілмейді және де тез жайылады қамырымыз. Міне біздің жаймамыз дайын болды. Жаймамыздан дастарханның астында көрініп тұру керек. Енді осы жайманы мен оқтауға орап аламын. Осылай ұзыншақ оқтауға орап аламын да, ұзыннан кесіп, ол ұзыншақ жаймамызды 4 бұрышқа кесіп аламын. Солай маған ыңғайлы болады пісіруге. Сорпамыз бұл кезде қатты қайнап жату керек. Қатты қайнап жатқан сорпаға жаймамызды саламыз да өстіп бір 5 минут бетіне көтерілген бетте осылайынан ала береміз. Көп қайнатуға болмайды. Етіміздің наны тәтті әрі дәмді болып піседі. Ас болсын.